Біз міне Шығыс Түркістандағы болып жатқан Қытайдың діни саясатына қарсымыз. Адамды малша қоралап әкеп, камаз қылып тиеп әкеп, 1000 адам, 2000 адам сиятын складтарға қамақ қойып, қоршылық көрсетіп, үстіне қабат үйдегілердің бәрін сол сыртынан чаптап тастап, тамағын апарып беріп, бұл өз адамды қырғыздан басқа не? Қазақ болсын, ұйғыр болсын, мейлі Қытай болсын, адам құқығын соғырды жаншығаны ма? Бұна дүниежүзілік адам құқық қорғау ұйымынан көмек сұраймыз. Көріп өзің жүрегің ауырады, жаның ашиды. Бәрібір адам ғой түгел, мал емес. Оны сөйтіп складқа қамап тастайтын. Күнделікін көріп, жүрегіміз ауырып шыдамай отырмыз. Осыған қарсы тұрып, тоқтатсын мына істеп жүргізіп жатқан осы саясатын.